Сәлеметсіз бе? Бұл рецепт ертеден қалған. 3 күн күніне 2 рет ішсеңіз, бауырды тазалайды, ішектегі барлық шлак токсиндерді шығарады, өтті айдайды, артық салмақтан арыласыз, қандағы қант құрамы реттеледі, көп энергия береді және иммунитетті көтереді. Бұл рецепт үшін бір қызылшаны алып, сельдерейді турап, жарты лимон суын алып, 2 стакан су қосып, блендермен араластырып, таңертең аш қарынға және кешке жатар алдында ішіп аласыз. 3 күннен кейін жақсы нәтиже аласыз. Бауырды тазалап тұру керек. Бауыр біздің организмде фильтр қызметін атқарады. Сондықтан оны сақтап, үнемі емдеп тұру керек. 1 стакан қайнаған суға 1 уыс қара мейізді салып, 5 минут немесе 1 сағатқа қойып қойыңыз. Аш қарынға күніне 1 рет ішіңіз. 1 апта немесе 10 күн ішсеңіз, пайдасы өте көп. Үй жағдайында осы рецепттерді жасап көріңіздер. Ем болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратыңыздар. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.